1 миллион теңгеден астам қаржыны басқа валютаға айырбастағанда азамат жеке куәлігін көрсетуге міндеттеу, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы қаулыға өзгерістер енгізілгенінің нәтижесі. Айырбастау пункттерінің кассаны толтыру үшін басқа банктермен келісімге отыру және теңге бағаны демалысы әрі мереке күндерде өзгертуге мүмкіндік алуы осында айтылған. Осы орайда айта кетері, дәл қазір доллар бағамы қымбаттайды деуге негіз жоқ, себебі мұнайдың құны тұрақты. Бүгін Сенатта бюджет заңнамасы қаралған отырыста Ұлттық банк өкілі Алпысбай Ахметов осылай деді. Ұлттық банк теңге бағамының төмендеп не жоғарылауына ықпалын тигізбегенімен интервенцияға қатысу үлесі 20%. Интервенцияға жұмсалатын қаржы Ұлттық банктың алтын валюталық қорынан алынып отыр. В данное время Национальный банк минимизировал. Қазір Ұлттық банк валюта нарығына қатысу үлесін барынша азайтты. Ол 20%-дан аспайды. Ұлттық банк тек айтарлықтай ауытқу немесе спекуляцияның болмауы үшін ғана интервенцияға қатысады. Ал валюта бағамын өсіріп, төмендетуге араласпаймыз.